Сәлем көрші ойыны. Бізге Теодор Питерсон есімді отбасылы адамның трагедияға толы өмірін көрсетеді. Ол отбасынан айырылып қалғаннан кейін, оны қорқыныш пен уайым қайғы басып алады. Теодор Питерсон, әйелі Диана және екі баласы Эрн және Майямен бірге Рейвен Брукс деген тыныш қалаға көшіп келеді. Бастапқыда бәрі жақсы, үйдің ішіндегі жағдай тыныш әрі жайлы. Барлығы бақытты көрінеді. Бұл өмірі қайнап жатқан мінсіз отбасы болатын. Балалар тығылыспақ пен қуаласпақ ойнап жүр. Анасы таңғы ас дайындап жатыр. Ал көршіміз үй иесі күнделікті тіршіліктің қамымен әуре. Бәрі керемет сияқты көрінеді. Бұндай тамаша отбасыны не бұзуы мүмкін? Бір күні түстің уақыты еді. Ата-анасы бұл уақытта келмейтін болғаннан кейін, Арн мен Майя өздері ас ішуге дайындала бастайды. Пиу-пиу-пиу. Балалар өздерінің қиял ойындарымен айналысып жүргенде, бір күні олардың анасы Диана үйге оралмайды. Теодор келіп көлік апатына ұшырағандарын, бірақ тек өзі тірі қалғанын айтады. Бұл жаңалық Эрн мен Майяны есеңгіретіп тастайды. Біз көршіде бәрі нашар екенін көреміз, және оның әлемі ақырындап құлдырайды. Ағасы қатыгез бола бастайды, және ол құбыжыққа қалай айналғанын түсінбейді. Күндердің күнінде Эрн мен Майя үйдің шатырына шығады. Майя сүйікті қуыршағымен ойнап жүреді. Осы сәтте Майя абайсызда құлап кетеді. Бұл оқиға Эрннің өмірін түбегейлі өзгертеді. Отбасы енді тек Теодор мен Эрннан ғана тұрады. Екеуі де психологиялық жарақат алған. Теодор ұлын түрмеге түсуден қорғау үшін оны жертөлеге қамап тастайды. Майяны артқы ауладан жасырын түрде жерлейді. Себебі көршілер сұрақ қоя бастайды.
Кішкентай бала көрші үйінен біртүрлі дыбыстар естіп, терезеде қарап тұрған сәтінен басталады. Ол жерде көршіміз біреуді жертөлеге қамап жатқанын көреді. Балаға бұл оқиға қызық бола бастады, сондықтан көршінің үйіне қайта оралуды шешеді. Ақыры біз жертөлеге кіретін жолды табамыз. Жертөледе кір жуғыш машинаның артында жасырын өткел бар болып шығады. Осы кезде баланың артынан көрші пайда болып, оны ұстап алады. Көршінің баланы соққыға жығып, жертөледегі бөлмеге қамап қойғаны анық болады. Бала жертөледен шығып, үйдің айналасын көреді. Қоршау бірнеше есе биіктеп кеткен. Бала жертөледегі шындықты басқа біреуге айтып қояма деп қорқып, Теодор барлығын жауып тастаған. Енді ешкім бұл құпияны білмеуі тиіс еді. Бала қашып шығады. Көрші бізді байқап қалады, бірақ ештеңе істемейді. Керісінше ол, сенің жолың болып кетті, дегендей қылып қарап тұрады. Тағы да бір сценаларда Теодордың есінен алжасып, өзінің қызын үйінің қасына көміп тастағанын көреміз. Ол шындық ашылмасын деп, балалар жоғалды деген парақшаларды іліп жүреді. Бәрі оның уайымдап жүргенін ойлайды. Ол тіпті тізерлеп жылап та алады. Бірақ оның артында қара көлеңке тұрады. Бұл оның шынайы бет бейнесі. Қорқыныш, ішкі күйзелістің елесі. Енді ол адам емес, қайғы мен үрей жұтып қойған бос қабық қана. 10 жылдан кейін көршісі Теодордың үйіне қарап тұрады. Ол жерде ештеңе жоқ, тек қирандылар ғана. Арнольд жертөлеге түскеннен кейін оның өмірі не болғаны бізге беймәлім. Өйткені оны бізге көрсеткен жоқ. Достар, егер сендерге бұл видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып барынша қолдап кетіңдер. Бұл менің келесі видео жасауға мотивациям болады. Және де жебе арнасына жазылуды ұмытпаңыздар.